Мұндай атаумен қуыршақтар көрмесі ашылды. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында шеберлер қолынан шыққан 50-ге тарта бұйым қойылған. Музейде белгілі суретші Алексей Уткиннің 70 жылдығына арналған "Мен осындай әр қилымын" көрмесі шымылдығын түрді. Алдағы демалыс күндері қала қонақтары мен тұрғындары қандай мәдени шарауға куә болады? Перизат Көмекбайқызы түгендейді. Көрмедегі қуыршақтар әр алуан, шеберлер оларды жасауда түрлі материалдарды пайдаланыпты. Тельді, патиэ-маше сынды қуыршақтарды да көзіңіз шалады. Еңбектердің ішінде орындалуы жағынан тәнтетпей қоймайтын ерекше туындылар бар. Жалпы саны 35-ке жуық ойыншық қойылған. Бұл шара қайырымдылық мақсатында өтіп отыр. Сонымен қатар зергерлік бұйымдар да көпшілік назарына ұсынылған. Произведение этой предоукционной выставки. 26 қаңтарда аукциондық сауда-саттық өтеді. Жиналған қаражатты муковисцидозбен ауыратын мүгедек балалар қоғамдық бірлестігіне береміз. Қуыршақтар бағасы әр түрлі, оның құны әр қайсында көрсетілген. Аукционда топтамадағы ең төмендеген қуыршақ бағасы 5000 теңгеден басталады. Құны 130 000 теңгеге бағаланған туындылар да бар. Абай атындағы